Түркменстан астанасы Ашхабадта алғаш рет Қазақстанның білім күндері басталды. Республиканың үздік 20 оқу орны жетістіктерімен бөлісіп, түркмен жастарын бізден тәлім алуға шақыруда. Осылайша еліміз дүние жүзінде озық саналатын отандық білім жүйесі жайлы мағлұматтармен бөлісіп жатыр. Шараны ұйымдастырушы Қазақстанның халықаралық бағдарламалар орталығы. Дәл қазір тілшіміз Жазира Досмағамбет Ашхабадтағы білім көрмесінен тікелей байланысқа шығып, соңғы ақпараттарды жеткізеді. Жазира, сіз эфирдесіз. Рахмет, қымбат, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Біз бүгін Түркменстан астанасы Ашхабад қаласындағы Қазақстанның білім күндерінің ашылуына қатысып жатырмыз. Осыған орай, осы Түркменстандағы байланыс және көлік институтының қабырғасында арнайы көрме ашылды. Міне, өздеріңіз артымда байқап тұрсыздар. Осы шараға, осы Ашхабад қаласындағы мектептердің оқушылары және де осы институттың студенттері қатысып жатыр. Оларға біздің жалпы Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының мамандары келіп, олардың сұрақтарына жауап беріп, жан-жақты ақпараттар беріп жатыр. Көрменің өткізілу себебі неде? Бұны біз осы халықаралық бағдарламалар орталығының президентінің орынбасарынан сұрап білген едік. Ендеше режиссерларымыз сол сұхбаттан үзінді берсе. Біздің Қазақстанның білім саласы түркмен азаматтар үшін өте қызықты және тартымды сала деп білеміз. Біздің саламыз әрине көп жетістіктерге жетіп отыр. Осындай білім көрмелерін өткізу арқылы біздің жоғары оқу орындары өздерінің кем-кетік тұстарын саралайды, бірмен бірі әдіс алмасады, бірінен бірі үйренеді. Осындай көрмелер өте біз пайдалы деп білеміз. Бүгінгі шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің өкілдері, халықаралық бағдарламалар орталығы және де осы Түркменстанның да тарапынан арнайы мамандар келіп, сөз сөйлеп, осы шараның өткізілуіне өздерінің алғыстарын білдіріп жатыр. Жалпы шара ертеңде жалғасады. Ендеше осы көрмеде қандай қызықты жаңалықтар орын алды, қандай маңызды ақпараттар берілді. Біз бұл туралы сіздерді ертеңгі жаңалықтарда толыққанды ақпараттандыратын боламыз. Ендеше студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Жазира.